Ассаламуалейкум құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Менен үздік әрі қызықты видео, ал сіздерден лайк, комментарий жазылым күтем достар. Айта кетейік, бүгінгі видеода аватар туралы қысқаша мәліметтер айта кететін боламын. Видеоны көп созбай бастайық. Кеттік, поехали, let's go. Аватар, ағылшын Avatar. 2009 жылы ақш-та түсірілген ғылыми фантастикалық фильм. Сценарийі авторы мен режиссері Джеймс Кэмерон. Басты рөлдерді сомдаған Сэм Уортингтон және Зои Салдана. Ал фильм бюджетіне келер болсақ, $237 миллион жұмсаған екен. Ал фильмнен түскен жалпы соманы айтар болсақ, $2,767,965,087 түскен екен. Фильм 12 жыл бойы Титаник жасаған рекордты жаңартты. Прокатқа шыққаннан бар болғаны 41 күннен кейін ең табысты фильм атанды. Фильм 19 күнде $1 миллиард, 33 күнде $1,5 миллиард, 47 күнде $2 миллиард, 76 күнде $2,5 миллиард табыс тапқан екен достар. Джеймс Кэмеронның Аватар 2 фильмнің көптен күткен жалғасының трейлері уақытынан бұрын желіде тарап үлгерген айтады. Трейлер Доктор Стрэндж фильмімен қоса көрсетілмек. Аталмыш фильмдердің прокатқа шыққаннан бір апта уақыт өткеннен кейін, шамамен 10 мамырда трейлер желіде жарияланады. Аватар 2 16 желтоқсанда шығады, ал 23 қыркүйектен бастап алғашқы Аватар қайта айналымға шықпақ. Шығарылған күні 2022 жылы 16 желтоқсанда ақш-та түсірілген. Режиссері Джеймс Кэмерон, редакторлары Джеймс Кэмерон, Стивен Ривикин, Джон Рифуа, Дэвид Бреннер. Жалғасы Аватар 3 бюджетіне келер болсақ, $250 миллион жұмсаған екен. Ал фильмнен түскен жалпы соманы қазірше белгісіз болып тұр. Достар, бүгін жалпы осы фильміміз, фильм туралы қысқаша мәліметтердің бәрі осымен тәмам деп айта аламын. Енді Аватар 2-ның трейлерін бір көріп шықсаңыздар, видеоны аяқтайық.